Барлықтарыңызға сәлем, жігіттер, қыздар. Сіздермен бірге мен Расул ағай және FM онлайн білім беру орталығы. Енді өзіміз таныстырып кетсек, ең бірінші бүгін жалпы талдайтын нәрсеміз айтқанда 1-тоқсанның бірінші кәдімгі тжб-сы. Бұл сіздерге кәдімгі бағаларыңызды шешіп кететін дүние ғой 1-тоқсандағы. Сол үшін дұрыстап қарап алуларыңызды сұраймын, до конца кәдімгі түсін. Мынау біздің жалпы білім беру орталығының Instagram парақшасы ресми. Ал мынау болса біздің осы орталықты ашқан ОБТ экспертіміз, физика пәні бойынша ОБТ эксперт. И бізде осы FM онлайн білім беру орталығында математика, физика, информатика пәндері бойынша топ-1 курс біз. Енді курс туралы ақпаратты мына номерге жазып білсеңіздер болады. Егер де менен келдім деп айтсаңыздар, яғни Расул ағайдан келдім деп айтсаңыздар, сіздерге белгілі бір жеңілдік жасап береді. Оны енді сол жерде менеджерлерден сұрап көрсеңіздер болады. Мына парақшаларға тіркеліп алыңыздар, кәдімгі тегін ақпараттар ОБТ-ға байланысты және тегін эфирлер міндетті түрде жасап тұрады. Так, келесі. Енді өзім туралы мынау таныстырып жіберсем, менің есімім Расул. Осы FM онлайн білім беру орталығында математика пәні мұғалімімін және Еуразия ұлттық университетінде математика педагогика бағытында білім алып жатырмын. Мынау менің Instagram парақшам. Тіркеліп алсаң болады. Әртүрлі есеп талдаулар, ОБТ-ға байланысты, математикаға байланысты бір керемет контент жүргіземін. Мынау менің Telegram каналым. Бұған да тіркеліп алсаң болады. Мынау менің YouTube каналым. Енді бұған да тіркеліп алыңдар деп айтамын. Неге? Себебі ОБТ-ға байланысты құпия нұсқалар и математикадан керемет есеп талдаулар салып тұрамын. И тікелей эфирге де шығып тұрамын, тіркеліп ал. Жақсы, онда есептерге қарай бірден өтейік, көпке созбай. Так, бірінші бізде берген есеп қандай? Енді бұл есеп бізде анықталған интегралға байланысты беріп тұр. То есть бұл жерде бар ғой, бірден негізі шығарып кете салуға болады. Просто сіздерге бұл каждый шагтарыңызға бал береді ғой. Сол үшін біз не істейміз? Бұны анықталған интеграл түрінде жасамыз. Қараңдар, бізде мынадай нәрсе бар. Егер де үдеуден туындалсаңдар, физикалық мағынасы бойынша жылдамдық шығатын болады. То есть туынды емес, интеграл алсаңдар. Ал жылдамдықтан интеграл алсаңдар бізде жүрілген жол шығады. То есть мен бұл жерде жол табу үшін мынадан интеграл деймін мына бір нәрсені. Сонда S тең болады деймін. Интеграл т. Енді оны бірден жаза салайын. 0,1 т куб т деп жазамын. Т неге тіркеймін? Потому что мынау бізде айнымалысы т болып тұр. Енді не істеймін? Мына уақытқа байланысты осы уақытты шек ретінде жазамын. Оның үстіне жазамын. Астына не жазамын деген сұрақ болатын болса, оны мен 0 секунд деп жазамын. Яғни 10 секунд аралығында десе, 0-ден бастап 10-ға дейінгі деген сөз ғой. Енді бұл логика түрінде кетеді. Так, енді осыдан интеграл аламын да шектерін қойып есептеп тастаймын. Сонда бізде интеграл алатын болсақ 0,1 т-ның 4 дәрежесі бөлінген 4 болады. То есть интегралдың алгоритм бойынша. Дәрежесіне бір қосасыздар и шыққан санда бөліміне бөліп жібересіздер. И сосын бұл шектерін қояқ 10 мен 0. Енді 0-ді қойсақ бәрі 0 шығады, оны есептемей қойсақ та болады. И бізде не болады екен? 0,1 көбейту т, яғни 10-ның 4 дәрежесі бөлінген 4. Енді осы жерде мына 0,1 мен мынаның біреу кетіп қалды да бізде 10-ның 3 дәрежесі болады екен. Сонда 10-ның 3 дәрежесі деген сөз бізде 1000-ның 4 дәрежесі, и бұл жерде бізде 250 деген сан шығады екен. Жалпы 250 метр болады. Метрмен беріп тұр екен өлшем бөлік. Жақсы, келесі есеп. Келесі есеп. Осы бір түзумен, осы бір қисықпен x тең 0 үшін түзулермен шектелген фигураның x өсімен айналдырғаны пайда болған деген көлем дейді. Так, бұны шығарудың керемет әдісі бар. Негізі бұны бар ғой, геометриялық мағынасы тұрғысында мынаны квадраттап, не істеуге болады. То есть бұның жарты шеңбер екенін білуге болады. Мысалға квадраттасаңдар, y-тің квадрат, енді квадратта уақыттарын салмай қойын. Егер қызық болса, бұға осыған байланысты бір сабақ өткізіп жібере салар YouTube-қа. Так, енді бұны табудың бізде керемет формуласы бар. Қараңдар, мен оны былай тапсам болады. S тең пи көбейтіледі, интеграл v және a, осы жерде y-тің квадрат деген бар. Бұл қандай формула? Яғни бұл осы бір айналу денелерін айналдырғанда пайда болатын жаңағы айналу денелері бар ғой, соның көлемін табатын формула. Мынаны жаттап алыңыздар. То есть бұны қолдансақ қалай шығады? Қараңдар, S тең болады, пи көбейтіледі, интеграл белгісі бізде v деп тұрғанның 4-ке тең. Ең үлкені, то есть ол. Ең кішісі 0-ге тең. И осы жерде y-тің квадрат дейді. То есть мынаның бәрін квадраттайсыңдар. Y-тің квадраты мынаның квадраты ғой почти. Сонда квадраттайсыңдар, просто артындағы түбір кетіп қалады. Сонда ол бізде то есть 4x минус
x квадратқа айналады. И осы dx интегралдау. Енді дальше былай жасайық. Пи тұра берсін. И мынадан интегралдайтын болсақ, бізде не болады екен? Так, 2x-тің квадраты болады, азайтылады, x-тің кубы бөлінген 3 болады. Енді осы жерде артына шектер жазып қойын. Шектер қанша? Бізде әрине 4 және 0. Егер 0-ді қойсақ 0 шығады, оны бәрі біледі. И мына жерде болса бізде пи көбейтіледі. Так, мына жерде бүйтіп жақшаны алып қойын. 2-нің орнына, x-тің орнына 4-ті қоямыз. Сол кезде 2 көбейту 16 болып кетеді. Азайту так, 64 болады. 3 дәрежесі бөлінген 3. Енді осы бір жерде бізде пи тұра тұрсын, көбейтіледі. 2-ні 16 көбейтсең 32, яғни 32 азайту 64 бөлінген 3. Бұл бізде қаншаға тең болады? Жобамен примерно андай. Болмаса ортақ бөлім бере салайықшы. Ортақ бөлім бере салсақ, так, 3-тен кетеді. То есть 32-ні 3-ге бөлсек бізде, так, 64 и 64-тен кейін 96. Сонда 96 минус 64 бөлінген 3. Сонда бұл бізде не болады екен? Азайтатын болсақ, 32 бөлінген 3 пи болады. То есть мына пиді қасына көбейте салдым. Енді бұны біз бөлшектің қасиеті бойынша ондық бөлшекке айналдыратын болсақ, 10,3-тен 2 деп те жаза аламыз. Яғни 10,3-тен 2 пи. Осындай жауап болады екен. Жақсы, келесі есеп. Енді тапсырманы орындаңыз дейді. Осы функцияның алғаш функциясындамыз. Жақсы, бірінші асын шығарайын. Асын шығарсам қалай болады? Мен жалпы мынаның формуласын білемін. Бізде мынадай формула бар. Яғни интеграл 1 бөлінген косинус квадрат x бұл тең болады бізде қалай? Әрине тангенс квадрат x-қа и плюсы. Яғни бұл бізде дайын формула. Бұл кестеде тұрған формула. Так, осы. Басында просто так дәл осы формула сәл күрделеу. 3 и косинус квадрат x плюс 1 dx. Енді қараймыз. Осы жерде интеграл алатын кезде, то есть тангенс квадрат емес, жерде айтқанда квадрат деп қойдым ғой. Мына жерде бізде кәдімгі тангенс 2x плюс 1 болады. Я, альфасын жазасыңдар. И осы бір ретте мына 3-і бар бізде. 3-ті көбейтесіңдер, 3 тұрады. И содан кейін мынаның ішіндегі аргумент бір бар ғой. Мына альфасы бар емес па? Соны бар ғой, 1 бөлінген қылып көбейтесіңдер да 2x плюс 1 деп ше. И мынаның астынан туындаласыңдар осылай. Ол қалай болады? Енді осы ретте бізде мынадан туындалсаң әрине 2 шығады. Сонда бұл 2-ден 3 тангенс 2x плюс 1 түріне келеді. И плюсы дей салайық. Осындай түрде болады. Жақсы, енді келесі. Наверное, келесіне бұлай бөлек слайд ашып қойдым енді. Просто нараға симай қалады қазір. Так, сосын қалай есептейміз? Бұл бізде бөліктеп интегралдауға арнайы есеп. Так, біз бұны қалай аламыз? X синус 3x и dx. Осы ретте теңдейміз да. Мен істеймін формула бойынша x-ті u-ға теңестіремін. Және бүйте салсам болады, қашы. Синус 3x-ті мен, яғни синус 3x-ті мен dv-ға теңестіре салайыншы. Яғни синус 3x dx-ті общий dv-ға теңестіремін. Енді естейміз, мына жағынан туындаламыз да, мына жағынан интеграламыз. То есть мынадан туындалсаң бізде dx шығады. Яқта бізде du болады. Мына жерде болса интегралдасаң, мынадан интеграласаң бізде минус косинус 3x бөлінген 3 болып кетеді ғой. Потому что мынаның ішінен туындалып, бүйтіп астына бөлу қылып жібересіңдер. И осы жерде тең болады нешеге v-ға дейтін мән шығады. Енді дальше не істейміз? Енді дальше былай жасайық. Осының барлығын мына формулаға келіп қоямыз. Қараңдар. uv дейді. Біздің u-мыз міне тұр. u x-ға тең. Так. Тең деп жазайын. Интегралдың мәні шықты. u міне тұр x-ға тең. И көбейтіледі v дейді. v міне тұр. v міне косинус 3x. То есть минус косинус 3x бөлінген 3. Дұрыс қой, осы түрде болады. Сосын интеграл дейді да, азайту интеграл екен.
и вду дейді. Яғни в дегенің міне и қасынан ду дейді, короче. Сонда біз бұны былай жазатын боламыз. Минус косинус 3х бар ғой, бөлінген 3, осыдан интеграл 1 аламыз. Осындай түрде болады. Бұның алғашқы функциясы деп айтайыншы. Енді мына жерде интегралдың болсақ, мына жазып қоя салайын. Минус x косинус 3х бөлінген 3. Уже мына минус шығады, бізде уже плюс кетеді. Ол кезде плюс мынадан интеграл алатын болсаңдар бізде, то есть синус туындысы косинус, косинус туындысы не болады? Минус синус. То есть бұл жерде синус туындысы косинус болатын болса, косинустың интегралы синус болады. Синус 3х. И бөлінеді, то есть 3 бар өзінің, и мынаның ішінен туынды аласыңдар да 3х-тан, и бөліп қылып жібересіңдер арасына. Сонда бізде ол 3 болады да, общий 9 кетеді аста. И плюсы деген темасы бар. Сонда біздің алғашқы интегралымыз, жалпы алғашқы функциямыз бізде мына түрде болады. Негізі қарапайым формулалар. Келесі есеп. Келесі осы қисықпен шектелген, x өсімен шектелген, там r фигурасының ауданын табыңыз дейді. Жақсы. Енді қараңыздар. Бұл бізде интегралдың негізгі мағынасы. Жалпы интеграл осындай жерде қолданылады. Қараңдар. Мынау бізде осылайына түзу қылып алсақ, мына жерін мен былайға түзу алайын. Енді мен осы жерін істеймін. Осы бір шектермен шектелген фигураның ауданын табамын. Қараңдар, ол менде мынандай түрде жүзеге асады. Яғни s тең дейтін болсам, формуласын жазсам, ол менде va f от x болады. То есть осы фигураның, осы бір, то есть қисықтың v және a кесінділерімен шектелген ауданын табамын. Қараңдар, мына жерге жазайын. S тең болады. Яғни бізде мына жер 4 деген нүкте и 1 деген. Интегралда шектері 4 пен 1 болады. И осы жерден мына жазамыз. 27 минус 2х минус 9 түбірасты x азайту 16х квадраты. Енді осы бір жерде бізде не болады деген интегралдасақ, 27-нің интегралы 27х болады, азайтылады 2х-тің интегралы x-тің квадраты болады. Неште болса, жалпы түбірасты x-тің интегралы бар ғой бізде. Ол бізде так x-тің 2-ден 1 дәрежеде жазайын, и плюс 1 астына 2-ден 3 бөліп жібересің. Сонда ол бізде не болады? То есть 3-тен 2 x түбірасты x болады. То есть 3 пен 9 көбейтіледі да бізде 3 болып қалады, и ол 2 көбейтіліп 6 болады екен. Сонда бізде ол 6 x түбірасты x болады. Азайту неште болса, яғни біз 1 бөлінген x квадраттың несін табуымыз керек, интеграл. Ол бізде әрине 1 бөлінген x болады. То есть минус 1 бөлінген x квадраты, оның интегралы минус x болады. Рас қой ішіне жерге. Минус 1 бөлінген x-тің квадратының интегралы 1 бөлінген x-ға тең болады. Сонда 1 бөлінген x-ті қоя саламын, мынаның общий аламын да. То есть мына жер плюс болады. Сонда ол менде 16 бөлінген x-ға тең болады. Бізде шектері 4 пен 1. Енді шектерін қойып есептесем. Так, 27 көбейту 4, азайту 16, азайту 6 көбейту, нәште бізде 4 болады, и 2 шығады. В общем, 8 болады. Қосылады 4-ке. Енді осыдан азайтасың ешені. 1-ді қойғанда, ол менде 27 көбейту 1, азайту 1, азайту 6, қосу 16. Осы бір формула. Енді осы жерде азайтатын болсақ, бізде, так, наверное, бүйтіп калькулятормен істеп салайықшы. Ерде 27-ні. Так. Егерде 27-ні бар ғой. 4-ке көбейтсек бізде, так, 52 и, то есть 54, и дальше бізде 108 болып кетеді. В общем, ода 16, и примерно, есептейтін болсаңдаршы, 20 бар ғой. Бізде 12 квадрат бірлік деген мәнге келеді. То есть, асықпай есептеп көріңіздер, и бізде 12 деген жауап шығады. Осындай бір қызық есеп екен. Так, келесі. Келесінде не дейді? Мынау ұсынылған таңдамалардың ішінен қайсы репрезентативті деп атауға болатын анықтап белгілеп көрсетіңіз дейді. Жақсы. Бізде оның негізгі анықтамасы қандай?
Жалпы ол бізде ең бірінші ол не істеу керек, жалпыға ортақ болу керек. То есть белгілі бір істі бастаған кезде бар ғой, белгілі бір андай зерттеу аласың, и ол белгілі бір айда қалып қалмау керек та. То есть обществен алу керек. Мысалға 10 адам жүр да, и 10 адам жүр, сен ол 10 адам тексергің келеді, бірақ сен бір мүмкіндігің бәрін тексеруге жетпейтін болса, сен то есть бүйтіп ай мынау жақсы ау, мынау жаман ау деп емес, просто кездейсоқ таңдап ала саласың. То есть 10 адамның сенің зерттеуіңе түсу ықтималдығы барлығы бірдей болу керек. Сонда қараңдар, мына бір логикасын түсініңдер. Мектеп бітіруші математикадан қорытынды ассоциация жұмыстары и математикадан оқушылардың білімдерін алдын ала анықтау. Ондай болса бізде барлық жұмыстардың ішінен кездейсоқ 5 жұмыстың алынуы. То есть бұл 5 деген сан более-менее аз. Онда біз мынаны жауап ретінде алмаймыз. Иә? Санына байланысты болып тұр осы кезде. И оның ауқымы өте көп болу керек. Салыстырмалы түрде. Қараңдар, екіншісінде барлық жұмыстардың ішінен кездейсоқ 50 жұмыстың алынуы. То есть мынадан үлкен, онда мынаны жауап ретінде алмаймыз ғой. Онда мынаны сәл жауап ретінде ала тұрайық. Енді қараңдар, бір мектеп бітірушілердің ішінен 50 жұмыстың алынуы. Мен жаңа айттым ғой. То есть бір аяда қалып қоймау керек. Ол общий кету керек қой. Мысалға 10 мектеп тұр, сен ішіне сол именно бір мектепке барып қадалып соның директорына қанышсың, ол болмай қалады ол. Ол бір кездейсоқ түрде таңдалу керек. Онда бұл 3 дегенде жауап болмайды, бізде 1 дегенде жауап болмайды. Онда біздің дұрыс жауабымыз 2 деген жауап болады екен. Жақсы. Келесі. Көркем шығарманың 600 сөзден тұратын бөлігінде 72 етістік кездеседі дейді. Көлемі 2000 сөзден тұратын бөлікке неше етістік болады? Бағалаңыз дейді. Жақсы. Мына іште 72 етістік кездессе, мен оны бүйтіп жаза аламын. 72 бөлінген 600. Енді мен x деп алайыншы, x тең деп алайын. Енді көлемі 200 сөзден тұратын болса, оны просто 200 көбейте саласың. Егер де мынаны есептейтін 2000-ға көбейтесің деген. Егер де мынаны есептейтін болсаңдар, бізде мына нөлдермен кетеді. Я, и сосын бізде 20 мен 6-ны бүйтіп 2-ге қысқарта салайын, әрі 3 шығатын болады. Немесе мынаны бар ғой, 6 мен 8-ді қысқарта салайын. Жоқта жер қысқармайды екен бізде. Олай болса, нәшті бар ғой, біз бүйтсек болады сияқты. 20 мен 6-ны қысқартайын 2-ге, и нәшті 10 болады, нәшті бізде 3 болады. То есть 720 бөлу 3. Енді бұл жерде мен ойымша, так, 24 шығатын сияқты. То есть 240 болады, 24 дегенде. Мына 72-ні 3-ке бөліп тұрған ғой. Сонда бұл бізде 240 етістік болады екен. Жақсы, келесі бір есеп. Так, не дейді? Велосипед жүргізушілерінің апатының олардың үйінен арақашықтығы жайлы мәлімет жаңалық тілшісі көмегімен жиналды дейді. Жиналған мәліметтер келесі кестедегідей болады дейді. Так, 3000 осындай мәліметтерді әртүрлі шашыраңқы болғандықтан оларды келесі толықтырыңыз дейді. Жақсы, ең істейміз. Қараңдар, бізде d деп тұр, и бұл жерде бізде не деп тұр? 0 мен 100-дің арасында. То есть бұл жерде логикасы қандай? Тек 0 мен 100-дің арасында болатын нәрді сандарды әкеп, неше сан бар, соны әкеп қойыңдар деп тұр. Ол қалай жүзеге асады, как көрсетемін. То есть 0 мен 100-дің арасында сандарды жазамын. Белгілеп қойшы, 75 0 мен 100-дің арасында 35, 30, 70, там 60 бар, 50, 10, 50 бар, 45 бар, 5 бар, 25 бар. Басқа не бар тағы? Тарихшы, 15 бар. Наверное, басқа жоқ. Осы бітті. Енді бұны сан санаймыз. Қараңдар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть, нәште бізде жиілігі 12 болады екен. 12 болады бізде. Так, енді не істейді екенбіз? Жақын дейді. Жақыны 100 мен 500-дің арасында. Оны мен басқа цветпен көрсетейін. Ол бізде 100 мен 200-дің арасында міне. То есть 100 мен 500 екен ғой. Мынау жататына и 300 жатады, 120 жатады, 250 тоже жатады, 250 жатады, тағы 140 жатады, 250 жатады, 150 жатады, 250, 450 жатады. То есть бұл жердегі саны қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына 400 алып қойды тұғым. Онда 11 болады бізде. То есть общий 11 екен. Так, енді алыс емес дейді. Алыс емесі 500 бен 1500-дің арасы дейді. Бұны мен бір қызыл цветпен көрсете қойын. 500 бен 1500-дің арасы қандай? Мына шетте бар ғой. 1500 жатпайды. Неге? Потому что мына жерде жақша бізде қатаң болып тұр, осыған байланысты. Енді 1250 жатады. 1200 жатады. Міне 1200 бар. И үшеу ақ екен бізде. Онда 3 деп жазып қоямын. Сосын бұны басқа бір цветпен көрсетейін. Бұл бізде жасыл.
яғни алыс дейді. 1500 бен 5000 арасы. Ол менде міне қалғандары осылар міне. Қалған барлығы боялды. Так, сонда бізде мынау 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сонда бізде асты 6 болады екен. Енді кестені пайдаланып берілген таңдама үшін жуықталған ара қашықтықты есептеңіз дейді. Жақсы. Біз былай жасаймыз. Қараңдар, арифметикалық орта просто так. То есть, мына біріншісінің бар ғой, арифметикалық ортасында бұл 150-ді қосасын 2-ге бөлесің. Қазір көрсетемін. Яғни, басы, ол жерде бізде 100 қосу 0 бөлу 2 тең 50-ге. Мына бізге керек болады біріншісі. Екіншісінде 500-ге 100-ді қосасыңдар. Бөлесің 2-ге. Тең болады 300-ге. Үшіншісі 1500-ге 500-ді қосасың. Бөлесің 2-ге. 4. 1500-ге 1000 жарымды қосасың. Бөлесің 2-ге. Значит, бізде, так, 6000, короче, 3250 шығады. Осындай бір стандарт. Қазір ала бізге керек болады. И осын таптық, біз не істедік? Енді соңғысы қалды. Берілген таңдаманың дисперсиясын есептеңіз. Жақсы. Жалпы дисперсиясын есептеу қандай болады? Қазір мына жаққа бүйтіп көріп бере қояйық. Мына жаққа жазайықшы. Так. Дисперсияны табу, яғни mx. Яғни mx табу бізде қалай болады? Әрине біз былай жасаймыз. То есть, мына жүріп тұрған сандар бар ғой? Мынаны, мынаған көбейтеміз, өзіне сәйкесіне. Мынаны, мынаған көбейтесін, мынаны, мынаған көбейтесін да, общий қанша бар соған бөліп жібересің. Қазір көрсетемін оны. То есть, 50-ді 12-ге көбейтеміз. Ең бірінші шаг. 50 көбейту 12 қосылады. 300 көбейту 11. Қосылады. 1000 көбейту 3. Сосын 3250-ді 6-ға көбейтеміз. Так. Және бізде не болады екен дальше? Осы бір нәрсені бар ғой, біз не істейміз? Қанша мына жерде цифр бар, соған бөліп жібереміз. То есть мен жаңа цифрларын барлығын таптым. То есть 12, 11, 3, 9. Бұны қоссақ бізде 32 шығады. Сонда барлығын 32-ге бөліп жібереміз. То есть осындай бір өзі формула негізінде. Бір жадта болу керек болады. То есть мына біз есептейтін болсақ, бізде, наверное, 825 шатшы мен есептеп көргем. 825 метр деп қойын. Енді дисперсия. dx. Енді dx-ті қалай табамыз? Ол бізде мынандай болады. Яғни бізде мынандай түрде жүзеге асады. mx-дің квадраты азайту mx осының квадраты общий. Немесе мына керісінше де болуы мүмкін. Наверное, бүйтіп модульге салсаңдар болады, жалпы нәтижені теріс танышып қою керек басты мақсаттан. Қайсына азайтсаңдар да негізі маңызы жоқ. Так, енді бұны есептейтін болсақ, мынаны қалай есептейміз? То есть бұл жерде мына нәрсені тупо көшіріп аласыздар. 50 көбейту 12 көбейту, то есть қосу 300 11 қосу 1000 300 3250 көбейту 6. Енді мына 3250, 300, 1000, 50 деп тұрған нәрселер бар емес па? Соған квадрат қойсыздар. И ол бөлесін 32-ге. И енді былай жасайсыздар. Азайтасыздар 825-дің квадратына. Яғни mx-дің квадраты. Дұрыс қой. Енді бізді есептесек, наверное, қазір көрейікші есептеп. Значит, бар ғой. Бізде так. Так, значит, есептейтін болсақ 142 500
46 үтір 75. Иә, осыны түртсем болады. Төсіне 8 бар екен. Ұмытып кеттім ғой. Яғни бізде жауабымыз осы бір сан шығады екен. Метр деп жазып қоя салайын енді. Яғни бізде негізгі осы бір сабақта бар қолданғанымыз тек формула ғана. То есть сіздер формуланы жатқа білсеңіздер, и оны қолдануын білсеңіздер, бұл тәжірибені әдемі алып шығасыздар. Енді келесі сабақта кездескенше деп айтайын. Алда бұдан да көп талдаулар болады. Осы парақшаға тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге тәжірибелеріңізге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.